Қымбаттарында су көп жүреді, арзандарында су аз жүреді. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалайсыздар, амансыздар ма? Үй мал жандарың заманда. Құрметті оқырмандар, бүгін біз батареялар туралы айтпақшымыз. Жалпы негізі батареялардың 3 түрі бар. Олар алюминий, бейметалл және панельный. Бүгін біз осы екеуі туралы айтпақшымыз, себебі осы екеуі көбірек қолданады панельныйға қараған кезде. Алюминий батареяларды көбінесе жер үйлерде қолданады, яғни автономды жылу жүйелері, қысымы аз жерлерге. Жалпы алдынан қараған кезде барлығы бірдей болып тұрғанменен, бұлардың қымбат және арзан түрлері болады. Мынау артынан қараған кезде қараңыздар, мынау қымбат түрі, ал енді мынау арзан түрі. Яғни бойында металл неғұрлым көбірек болатын болса, соғұрлым батарея қымбат болады, яғни бойынан көбірек жылу бөледі. Және бұлардың бейметалдан айырмашылығы астында осындай қоқыс жинайтын пробкалар болады. Сондай-ақ бұлардың қымбат арзаны мынау ішіндегі су жүретін каналдарының көлеміне де байланысты. Қымбаттарында су көп жүреді, арзандарында су аз жүреді. Және бейметалл батареялар. Бейметалл батареялар осындай екі металдан тұрады. Іші темір болады, яғни феррум, сырты алюминий. Неліктен? Себебі бұл батареяларды біз орталық жылу жүйелеріне қосылған үйлерде көп қолданады. Ол жақта қысым көп қой, көбінесе пәтерлерде. Бұл да алюминий сияқты екі түрі болады, қымбаты арзаны. Міне ортасындағы тесігіне байланысты. Су неғұрлым көп жүретін болса, бойынан соғұрлым жылуды көп бөледі. Және бойындағы темірінің көптігіне байланысты. Сондай-ақ бейметалл батареялардың алюминийден айырмашылығы, бұлардың барлығында қоқыс жинайтын пробкалары болмайды. Құрметті оқырмандар, Сали дүкенінде батареялардың барлық ассортименті бар. Келсеңіздер, осы жақта жігіттер сіздерге кәсіби түрде кеңес береді. Ал біздің келесі видеомыз осы батареяларды сіздің үйдің жылу жүйесіне қалай есептеу керек екені туралы айтамыз.